Баршаңызды ұлы дала елінің ұлық мерекесі тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз бүгін азаттықтың 30 жылдығына аяқ бастық. Әрбір елдің жылнамасында оның жаңа тарихының бастауы болған тағдыр шешті таңдар болады. Біз үшін жаңа дәуірдің арайлы таңы 1991 жылы 16 желтоқсанда атты. Сол күні әлем көгінде Қазақстан Республикасы атты жаңа жұлдыз жарқырай туды. Тұтас дәуірлердің куәсі болған халқымыз сан ғасырлық бұралаң әрі қиын жолмен жүріп өтті. Адам баласы сияқты мемлекетте өмірде екі ғұмырлық босағаны аттайды. Біріншісі жарық дүниенің есігін ашу, екіншісі ересек өмірдің табалдырығын басу. Екеуі де қайталанбас қастерлі мезеттер. Бұл Әбу Насыр әл-Фарабидің айтып кеткен орамды сөзі, өнегелі өсиеті. Тәуелсіздік бізге ұлттық аймақтың және жаһандық өлшемде шексіз жауапкершілік жүгін артты. Біз осынау ұлы тағдырды қабыл алып, бірлігіміз бен еңбегіміз арқылы тарих сынағынан сүрінбей өтіп келеміз. Халқымыз тәуелсіздіктің мызғымас тұғырын бекітіп, мәңгілік ел болуға бет бұрды. Сол себепті тәуелсіздік күні баршамыз үшін күллі қазақстандықтар мен әлемнің барлық қиырындағы достарымыз үшін ұлы мереке. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі, мықты болсын елімнің керегесі. Тату-тәтті халқымызға бақ қонып, кетпесін туған жердің берекесі дей отырып, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы құтты болсын.